Баршаңызға сәлем. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басыңыздар. Бүгін арықтататын коктейль түрлерін айтатын боламын. Көкөніс коктейлі жақсы сіңімді және биологиялық белсенді тағам. Ол ағзаға пайдалы және арықтауға да көмектеседі. Қышқыл дәмді көкөніс коктейлі. Бұл коктейль әлдендіреді, ағзаны иммунитет көтеруге көмектесетін С дәруменімен қамтамасыз етеді. Коктейль дайындау үшін ақжелкен мен базилик будасы, жарты стақан ашытқан қырыққабат тұздығы, жарты стақан суытылған қайнаған су, 4 қызанақ және 1 шай қасық қант керек. Көктерді және көкөністерді ұсақтап турап, қалған ингредиенттермен бірге блендерде езіңіз, сонынан қант қосыңыз. Егер ішек қарын жолында проблемаңыз болса, бұл сусынды абайлап ішіңіз. Алма сәбіз коктейлі жүрек жұмысын жақсартады, қан тамырларына жақсы әсер береді және қаназдықпен күреседі. Коктейль құрамына 4 сәбіз, 2 жасыл алма, үккіштен өткізілген 2 ас қасық занзабіл тамыры, 250 мг су кіреді. Сәбізді үккіштен өткізіңіз. Алманың ортасын алып тастаңыз. Барлық ингредиенттерді блендермен араластырыңыз. Асқазанның ойық жаралы ауруы бар адамдарға ішуге болмайды. Арықтататын асқабақ коктейлі. Оның дәмі көпшілікке ұнайды. Мұндай коктейль дайындауға 500 мг майлы емес сүт, 300 г тазартылған асқабақ, 3 ас қасық ұсақ сұлы, қауызы, аздаған даршын және 1 шай қасық бал қажет. Асқабақты ұсақтап турап, блендермен пюреге айналдырыңыз. Оған қалған ингредиентті қосып, тағы да жақсылап араластырыңыз. Коктейль дайын. Арықтататын қызылша коктейлі. Бұл коктейльге 2 сәбіз, қызылшаның 3/1 бөлігі, 1 апельсин, занзабіл тамырының кішкентай бөлігі қажет. Қызылшаны үккіштен өткізіп, сусынын сығып алыңыз. Ол тоңазытқышта 2 сағаттай тұрсын. Занзабіл мен тазартылған сәбізді де үккіштен өткізіңіз. Апельсиннің қабығын ашып, бөліктерге бөліңіз. Барлық ингредиенттерді блендерде езіңіз. Содан соң дайын сусынға аздап су қоссаңыз болды. Коктейль дайын. Достар, бүгінгі менің дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, арнама жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта пайдалы ақпаратымды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басып қойыңыз. Сау болыңыздар.